Іштің кебуі деген не? Іштің кебуі – метеоризм, ас қорыту жолында газдың шамадан тыс жиналуы. Нәтижесінде қарын үлкейіп, ауырлық сезіледі, ыңғайсыздық пен шаңшу пайда болады. 3. Стресс пен қозғалыстың аздығы жүйке күйзелісі мен аз қимылдау ішек жұмысын баяулатады. 4. Аурулар. Ішек дисбактериозы, ішек қабынуы, өт жолы мен бауыр проблемалары. Іштің кебуінің белгілері. Қарындағы ауырлық, қысым. Шаңшу, толғақ тәрізді ауырсыну. Кекіру, газдың жиі шығуы. Іштің қатып қалғандай сезімі. Жеңілдету жолдары. Тамақтануда. Газды сусын, бұршақ тұқымдас, қырыққабатты азайту. Асқабақ, қияр, көкжеп, жеңіл тамақтану. Шөп шайлар. Аскөк суы балаларға да береді. Жалбыз, түймедақ шайы ішті тыныштандырады. Қимыл. Жеңіл жаттығу, ішті уқалау газдың шығуына көмектеседі. Дәріханалық көмек. Белгілі сорбенттер, белсендірілген көмір, смекта, немесе газды азайтатын препараттар. Егер кебу жиі қайталанып ауырсыну, жүрек айну, іш қату, іш өту қатар жүрсе, міндетті түрде дәрігерге қаралу керек. Жеңілдетудің жолдары. Газды сусындардан, ауыр майлы тағамдардан бас тарту. Асқабақ, қияр, көк шөп сияқты жеңіл тағам жеу. Жылжымалы жаттығулар жасау, жеңіл жүру, ішке массаж. Шай ретінде жалбыз, аскөк тұнбасын ішу. Егер кебу ұзаққа созылып, ауырсыну қосылса, дәрігерге қаралу қажет.